Баланың балабақшаға арналған дағдылар. Сіз балабақша туралы ойланып жүрсіз бе? Келіңіз, балаңызда балабақшаға қажетті барлық дағдылар бар ма? Тексеріп көрейік. Біріншіден, бала дәретханаға сұрана алады, ал ең дұрысы, ол қазірдің өзінде горшокқа үйренген болса. Екіншіден, бала өз бетінше тамақтанып су іше алады, бірақ емші киіну кезеңі аяқталған болуы керек. Үшіншіден, сәби жақын ересектердің қарауында жыламай қала алады, және анасымен қоштасуға дайын. Төртіншіден, бала ем болмағанда жартылай киініп шешіне алады. Бесіншіден, сәби өздігінен ұйықтай алады, ал ең дұрысы, оның күндізгі ұйқысы балабақшадағы тыныш сағатпен сәйкес келіп, сағат 1-ден 3-ге дейін өтсе жақсы. Баланы өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларына үйрету маңызды. Бұл дегеніміз, егер бала бірдеңені істей алмаса, сіз сәбиіңізді аш әрі киімсіз алып кетесіз деген сөз емес. Жоқ, тәрбиешілер әрдайым көмекке келеді. Бірақ елестетіп көріңізші, егер бала ұйықтағысы келсе, бірақ өздігінен ұйықтай алмаса, ол үшін қандай стресс болатынын. Одан да жаманы, егер ол анасының кеудесінде ұйықтауға үйреніп қалған болса. Және егер сәби тамақ ішкісі келсе, бірақ өзі жей алмаса. Осындай күйзелістен бала сабаққа қатыспауы, ойнамауы, тамақтан бас тартуы, кіші дәретін жіберіп қоюы, тіпті ауырып қалуы мүмкін.